Мемлекеттік мекемелер қызметінің сапасы мен тиімділігін арттыру қажет. Бұл бағытта мемлекеттік қызметкерлерге маңызды міндеттер жүктелді. Сала мамандары ең алдымен бәсекеге қабілетті болуы тиіс. Арна тілшілері мемлекеттік қызметшінің бір күндік жұмысын бақылап қайтты. Махамбет Қажгериев Қаратөбе ауданы әкімі аппаратының ұйымдастыру бақылау бөлімінде бас инспектор міндетін атқарады. Бұл қызметке келгелі 6 жыл болған. Ол азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар мәселелеріне жауапты. Инспектор тұрғын үй секторларындағы апаттың, көктемгі су тасқынының, жазғы далалық өрттің алдын алу шараларын жүргізеді, әрі аудандағы діни ахуалдың тұрақтылығын қамтамасыз етуге күш салады. Ол жұмыс кестесіне сай таңғы сағат 9-да компьютеріне жайғасып, жүктелген тапсырмаларды орындаудың тиімді тетіктерін қарастырады. Сонымен қатар тұрғындардың ұсыныс пікірлерін тыңдап, мамандармен бірге түйткілді шешу жолдарын талқылайды. Мемлекеттік қызметті атқару, қоғам мен мемлекет атынан аса сенім атқару деп есептеймін. Мемлекеттік қызметші тек қана білімді ғана емес, жоғары моральдық жауапкершілік пен өз ісіне деген адалдық, адамгершілік қасиеттері қағидаларын қатаң ұстану керек. Мемлекеттік қызметкер заман сынағына төтеп беру үшін жан-жақты болуы тиіс. Махамбет Қажгериев жұмыстан тыс уақытын спортқа арнайды, әсіресе стрит-воркаут алаңына жиі барады. Ұлт денсаулығы кемел келешек кепілі дейді инспектор. Еркебұлан Смадияров, Оралбек Қуанышқалиев, Айдос Қисымов, Ақ Жайық арнасы.